Ассалаумағалейкум. Бүгін біз YouTube'тың ең жаңа нұсқасының минустарын айтып кетейін. Бірінші каналға кіреміз. Бір кескінді қоямыз. Кескінді қойсақ, видео дейміз, кескін дейміз, бейне дейміз. Бұл да бір ыңғайсыз термин да. Енді қайсысын айтарын білмейсің. Көп таралып айтылып жүрген видеоны айта берейік. Мұндай қара ескерту шығады видеоны қойсаңыз. Алдыға 10 секунд жылжыту, артқа 10 секунд жылжыту және өткізу дегендей. Бұны өшірмесеңіз өшпейді, өзі тұрып алады осылай. Мысалға қойып қояйын. Қармақ тастап ұстайды. Содан кейін ол біздің әдемі қабыршықтарымызды аршып, ішек қарнымыз. Міне өшпейді. Ол үшін қатені басып өшіруіміз керек. Қатенің жанына барып басып қалсақ, біз мына кескін тездік бітеді. Міне 2 минут 21-ге барып алды. Өзі 2 минут 51 секунд тұратын видео. Мысалға біз 1 сағат, 2 сағат киномыз көріп отырайық, сондай ұзақтағы киноны. Осы функцияның кесірінен біз киноны тездетіп аламыз. Осы бетінде қарайғанды өшіреміз деп. Екіншіден болса, бізде интернет дұрыс жұмыс жасамауы мүмкін. Мысалы, ақырын интернет болып отырған кезде, ол киноңызды тездетіп алатын болсаңыз, оны қайта басынан бастап көруге тура келеді. Өте ыңғайсыз. Кей адамдарды ашудан жарып жіберуі мүмкін. Жақсы бір нәрсені көріп алсаң, мұндай функция оны жоқ қылады. Әп-әйбат нәрселер жоқ қылуы мүмкін. Сондықтан бұл YouTube'тың жаңарған бір өте бір қолайсыздық әкелетін функциясы деп ойлаймын. Алда бұйырса YouTube'тың жақсы жақтарын да айтамыз. Мен байқаған осы сіздерге айтарым. Өте қолайсыз болды. Кейде ашуланып та кетемін менде бір нәрсе, бір жақсы видеоларды көріп болсаң, осыны өшірем деп тездетіп аламын. Негізі дұрыстап басуға болады төбесіне. Бірақ көп жағдайда байқамай басып аласың. Кейде қаншама дұрыс істесең де өтіп кетеді. Әп-әйбат көріп отырған кескініңді басқа жағына апарып алуға тура келеді. Сондықтан бұл функцияны YouTube компаниясы жоқ қылса екен, бұндай жаңартулар болмай-ақ қойса екен деп тілейміз енді.